Біздің қоғамда өткір мәселенің бірі сыбайлас жемқорлық болып тұрғаны ешкімге құпия емес. Бұл қылмыстың түрімен күрес біздің қоғамда белсенді түрде жүргізілуі соның дәлелі. Біз бүгін Талғар қаласында орналасқан облыстық мектеп-интернат ұжымына келдік. Білім ордасында жастармен танысып, олардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы көз қарастарымен танысып, оқушылардан сұхбат алудың реті келді. Сәлеметсің бе? Сәлеметсіз бе? Атың кім? Ақнұр. Саған қоятын сұрағым бар еді. Жемқорлықтың қоғамға қандай зияны бар деп ойлайсың? Менің ойымша жемқорлық ол қазіргі заманның басты мәселелерінің бірі. Адал еңбек еткендермен қоса қара бергендер байып, ойына келгенін жасайды. Жарайсың, рахмет. Тағы да саған қоятын екінші сұрағым. Сен қоғамдағы жемқорлықтың алдын алу үшін не істедің? Мен мектептегі Адал ұрпақ еріктілер клубының мүшелігіне өттім, ант бердім. Жемқорлыққа қарсы суреттер байқауына қатыстым. Адамдықтың айнасы атты сынып сағатында баяндама жаздым. Достарымның ортасында адалдықты, әділеттілікті насихаттадым. Рахмет саған. Кәне, мына бүлдіршініміз осы жаман қасиеттер туралы не айтады екен? Атың кім? Дінмұхамед. Дінмұхамед, сен әділдік дегенді қалай түсінесің? Әділді барлық жұмыста адал болу, сабақты жақсы оқу, досыңа көмектесу, ұрлық жасамау, үлкендерді сыйлау. Егер біреуді алдаса, бұл жаман қылық. Біз барлық уақытта әділ болуымыз керек. Жарайсың, рахмет саған. Міне, біз бүгін Талғар қаласында орналасқан облыстық мектеп-интернат оқушыларымен сөйлесіп, Адал ұрпақ еріктілер клубының жұмысымен танысып қайттық. Мен сіздің мектеп-интернатта баламды оқуға орналастырайын деп едім. Иә, қабылдаймын. Алайда сіздің әлеуметтік жағдайыңыз біздің интернатқа қабылдау талабына сай келе ме? Біздің отбасылардың әлеуметтік жағдайына байланысты қабылдаймыз. Сіз қандай әлеуметтік санатқа жатасыз? Мен толыққанды отбасымын. Жанұяда осы бір бала. Мен де жұбайым да кәсіпкерміз. Балаға қарайтын осы уақытымыз жоқ. Сондықтан осы мектеп-интернатқа орналастырғымыз келді. Жоқ, сіздің отбасыңыз біздің талаптағы әлеуметтік санатқа жатпайды. Ар жолымен жүру парыз адамға, адал ұрпақ керек мынау заманға. Алдаспаны шындық болсын жастардың, азаматы ар ұятын қорғауға. Біз жемқорлыққа қарсымыз.